бақылау жұмысының ең соңғы 5-ші есебі тригонометриялық өрнектің сан мәнін есептеп табуға берілген. Көрініп тұр, тригонометриялық өрнек бөлшек түрінде берілген, және косинус альфаның 5-тен 1-ге тең екені берілген. Оны біз пайдалануымыз керек. Әрине, косинустың сан мәнін бірден қоя алмаймыз. Ең алдымен берілген өрнекті кішкене болса да түрлендіріп алуымыз керек. Бірінші бізге қажет болатын тригонометрияның формуласы ол қос аргументтің синусы. Қос аргументтің синусы, яғни синусы 2 альфа, ол 2 синус альфа көбейтілген косинус альфаға тең. Бұл өте жиі қолданатын формулалардың біреуі, мұны жатқа білген жөн. Дәл қазірде біз осы формуланы бір емес 2 рет пайдаланамыз. Өрнекті көшіріп жатпай қояйын, тең деп бірден жалғастырып кете берейін. 2 синус альфаны өз күйінде жазамыз. Қосу синус 2 альфаны жіктейміз дайын формула бойынша. Ол 2 синус альфа көбейтілген косинус альфаға тең екені көрініп тұр. Бөлімінде де дәл осындай түрлендіру жасаймыз. 2 синус альфа минус 2 синус көбейтілген косинус. Ал енді не көріп тұрмыз? Көріп тұрғанымыз сол, алымында да бөлімде де 2 синус альфаны жақшадан шығаруға болады. 2 синус альфаны жақшадан шығарамыз. Алымында 1 қосу косинус альфа қалады жақшаның ішінде. Бөлімінде де дәл осындай түрлендіру, бірақ жақшаның ішінде минус болады. 1 азайту косинус альфа. 2 синус альфа мен 2 синус альфа әрине қысқарады. Ал косинус альфаның орнына сан мәнін қоя саламыз енді. 1 қосу 5-тен 1, және 1 азайту 5-тен 1-ге бөлінеді. Бұл жерде 5-тен 6 болады. Бұрыс бөлшекке өтіп кетейік бірден. Бөлімінде 5-тен 4 болады. Әрине 5 пенен 5 қысқарады. 4-тен 6 болады. Оларды да қысқартамыз. Сонда 2-ден 3-ке тең болады. Немесе 1,5-ға тең болады. Болды міне, осындай жылдам есептеуге болатын өрнек екен. Өрнектің мәні 1,5-ға тең. Міне осымен 9-10 сыныптардың алгебра курсына арналған Б бақылау жұмысында аяқтадық. Пайдаланыңыздар. Сұрақтар туындаса, ұсыныстар болса, комментарийде жазыңыздар. Тағы да жаңадан өте қажетті есептерден видео сабақтар жасайық. Жақсы.